Баршаңызға сәлем, каналға қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Инка Максовна. Бүгін осындай үй жағдайында жасалатын вафли пісіреміз. Ол өте дәмді, қытырлақ болып шығады. Каналға тіркеліп, видеоны соңына дейін көріңіздер. Керек өнімдер видеоның астында толық жазылған. Барлығы 4 зат керек. Ол жұмыртқа, қант, ұн және ерітілген сары май. Маргарин алсаңыздар да болады. Ең алдымен жұмыртқаны жарып аламыз. Осыған қантты саламыз. Мен жұмыртқаны жақсылап тұрып шайқаймыз. Бізде қант еріп шығу керек толық. Жақсылап шайқап болдық. Енді осыған сары май мен ұнды саламыз. Бірінші сары майды саламыз. Жақсылап шайқаймыз. Ұнды кішкенеден бөліп, түйіршік қалдырмай шайқап шығамыз. Міне біздің массамызды шайқадық. Ол бізде осында не қою болмайды, не сұйық болмайды, орташа болып шығады. Венчикпен былай көтергенде венчик тасталынбайтын болады. Вафлиді осындай арнайы вафельницаға пісіреміз. Оны алдын ала қыздырып аламыз. Қызғаннан кейін 2 ас қасық салып, қақпағын жауып қоямыз. Ол 2 минутта пісіп шығады. Қызарып, әдемі болып пісіп шығады, бірақ ол жұмсақ болады. Осы кезде лезде формасын келтіріп, осылай трубочка ағып дөңгелектеп аламыз. Және оны кемінде 40 секундтай ұстап тұруымыз керек. Уақытты үнемдеп, осы процесті ары қарай қайталай береміз. Егер каналдағы рецепттер ұнаса, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сол кезде сіздерге жаңа рецепттердің хабарламасы келіп тұрады. Осы ингредиенттардың барлығынан 15 дана вафли шығады. Міне біздің вафельный трубочки дайын. Енді сіздерге бөліп ортасын көрсетейін. Көрініп тұр ма? Қытырлап тұр. Үгітіліп тұр. Бұны шайға да ішсеңіз болады. Өте дәмді. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар.